6 қаңтар күні тағы звондап, әрлеріміз звондап отыр едік. Сағат 3-тің шамасында, күндізгі 3-тің шамасында мынандай информация алдық. Мен, папам, мама, мен барамаймын. Олар кел деп жатырмыз ғой, соның үйінде отырғанбыз. Мен қазір келемаймын, сағат 6-да площадьта Мирный жиналыс жалғасып жатыр екен, жігіттеріміз сол жерге кезігетін болдық деді. Бұл сағат 3 пен 4-тің арасы еді. Енді естімүше елдерден біреулердің айтуынан 6 күні 7-ге 20 минут қалғанда Фурманов көшесі жақтан 2 БТР 10 машина солдат келіп, сол алаңдағыларға оқ атқан. Олар о жерде қарулы топ немесе басқа әңгіме емес, енді келесі әңгімеге ойланып барған болу керек. Одан бітті, біз енді хабар жоқ. Ертеңіне звондап жатырмыз ғой, түнімен звондаймыз, күнімен звондаймыз. Ертеңіне соның соткасын біреу алады. Сен кімсің? Мен сотрудникпін. Сотрудник болсаң, бала қайда? Сіз кімсіз? Әкесімін. Әкесі болсаң, балаңыз моргте. Деді, бұл 7-сі күні ертең біз солай естідік. Содан моргке бардық, түсті алдық. Саннан, өкпеден, білмеймін енді, не снайпердікі, не әлгі контрольный оқ дегені ма, бастан. Сонда 3 жерден қолында бар тағы. Үшін 4 жері. Тірі адамға, тем более Қазақстанның азаматына келіп оқ ату. Енді ол мен ойлайым, қаншама адамдар бауырларынан айырылды, әкесінен айырылды, қаншама адамдарға қиын болды. Ол дұрыс болмайды. Массовый оқ атылғанда солдаттардан, бұл әлгі басқа бөтендер емес, солдаттардан оқ атылғанда тым-тырақай елдің бәрі қаштық дейді, қаштық. Алаңда бергі ең шеттің бері шыға бересінде 2 әйел қалды дейді. Енді оны менің балам қайырында жатқанын білмейді, бірақ сол алаңнан жинап бәрін бірақ алып барған. Моргқа алып кеткен. 6 күні қайтыс болды, мұны анау мәйіттен шығарып 18 күні болу керек, 18 күні апарды экспертке. Яғни балаңызға эксгумация жасады, сонда қайтадан? Қайтадан. Мына жердегі жасағаны, бұл жерде енді жасалмаған, жазылған оқ дейді, грудной клеткасына, басына деген мұна дәрігерлердің қағазы бар. Бірақ анау келешекке керек болады деп, баласына, шағасына, өміріне керек болады деп, сол жақтан өткіздім. Оның енді қорытындысы 1 айдан кейін шығады деген, яғни енді осы аяғына шығар. Ол шыққанда да бізге бере ма, бермеймін, білмеймін. Қазір алғанда басында болдыңыз ба? Ойбай, ол бүкіл комиссиямен, фотоаппаратымен, суретке түсіргіші, прокуроры, соты, басқасының барлық адамдармен, соттың рұқсатымен, мен болмайды деп едім. Мынау соттың рұқсаты аға, анау балаларына жәрдем керек болуы мүмкін, анау керек болуы мүмкін. Сонда бұдан сіз ұтылмайсыз, өлер балаң өлді. Аламыз деді, өзінің адамдарын әкелді, қазды, алды, қапшыққа салды, апарды, өздерінің майшасымен әкелді, қайтадан қойды. Біз қайтадан молдаға сол жерден Құранымызды тағы бір бағыштатты, қош айтыстық болды. 6 күнге, 6:30-нан 6:45-тің арасында анау съемкілерде менің балам көріну керек, ол обязательный. Ол болды сол жерде, көп адаммен. Ал онда сол жерде ол автоматпен барған жоқ, пистолетпен барған жоқ, дубинкамен барған жоқ. Ол менің түсінігімше әнегердегі жүрген, шаршап қалған адамдарға бір ауыз көмек айтайық немесе басып айтайық деп барған болу керек. Мен өз балама сенемін, конечно, барлық әке, барлық шеше сенеді. Достатке, қарны тоқ, мәшинесі бар, әкесі мен жағдайым бар, 3 бауырының жағдайы бар. Оны көріп жүрмін, өз состояниемнен көріп жүрмін. Ол андай ұрлыққа бірдеңкеге бармайды, бұзақылыққа бармайды. Сол 6-сындағы анау кеш сағат 6-дан кейінгі бір суреттерді бір көрсем, менің айызым соның қандырады. Қалай қайтты,
Ол енді бір Алланың ісі, сол қасіретке тап болды, оған енді ешкім не қыламайды, бірақ енді соның таза өзінің ұр емес, қар емес екендігін білсем, мен арманым жоқ боламын. Болды, жақсы.